Су жаңа дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаттары дәл қазір біздің студиямызда. Ендеше қарсы алайық. Ақын хабар агенттігіне қарасты Хабар 24 телеарнасының редакторы, әдебиет номинациясы бойынша дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Жадыра Төкенқызы Байбуланова. Және Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің Мәдениет және өнер істері департаменті музыка өнері басқармасының сарапшысы Смағұлов Бекзат Болатжанұлы. Ақтөбе газетінің тілшісі, журналистік аталымы бойынша дарын мемлекеттік жастар сыйлығын иеленген Тасқалиев Айбек Серікұлы ендеше қонақтарымызды қарсы алайық. Қарсы алайық. Ассалаумағалейкум. Марапаттарыңыз құтты болсын. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Құтты болсын. Жайғасып алыңыздар. Сәлем. Аруымызды ортаға алайық. Екі жігіт екі жағынан отыра қалыңыздар. Алдымен өздеріңізге мынау су жаңа марапаттарыңыз дарын сыйлығы құтты болсын дегіміз келеді. Әумин айтсын. Кеуделеріңізде жарқырап тұр, қараңыздар, қандай әдемі, жарасымды, е? Иә, енді жігіттерде аруымызды бәрі енді бұрыннан дарын ғой, бірақ бұл тек қана ресмиленуі ғана. Құтты болсын жігіттер. Рахмет. Енді қалай енді алдымен әсерлеріңізде бөлісе отырайықшы. Осы марапатты алатындықтарыңызды естіген кездеріңізді қашан білдіңіздер және қалай қабылдадыңыздар? Енді бізге қараша айының соңында хабарлады. Өте қуанышты болдық. Шын мәнінде бұл өте үлкен біз үшін мерей, үлкен жеңіс. Сондықтан да осы хабарды естігенде кәдімгідей қуанып, бүкіл достарымыз хабарласып. Алғаш қай жерден естідіңіз? Алатын осы жөнді? Маған өздері хабарласты. Осылай, сіз осындай алдыңыз деп, сыйлықты алдыңыз деп. Сонда өте қуандым. Бірден бізге қарай келдіңіз. Жоқ, кішкене сәл кейіндегі. Ал енді Жадыра, енді біздің Хабар 24-те өзіміздің әріптесіміз, бірақ алған номинациясы әдебиет номинациясы бойынша. Жадыра ақын екен, көпшілік әдебиет маңайындағы жұртшылық біраз қауым біледі Жадыраның өлеңдерін. Жадыра, бұл шығармашылықтың жаңағындай сізді ұсынған кім? Хабардың жоғалды әдеби ортадан ұсындыңыз ба? Мен ұсынған осы өзіміздің хабар агенттігі, басшылықтың ұсынысымен жаңағы ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне құжаттарымды тапсырған болатынмын. 6 ай бұрын басталды бұл дарын бәйгесі. Сол өлеңдерімді, жаңағы кітабымды және шабыттан алған жүлделерімді құжаттарым жинап тапсырған болады. Жадыраны тағы бір рет құттықтаймыз, өйткені кеше өзінің туған күні болды, және бұл туған күні үлкен сыйлық болды. Сыйлық болды. Тамаша сыйлық болған сияқты туған күні. Өте ерекше, есте қаларлық енді туған күн болды. Өмір бойы ұмытпайтын. Тамаша, ол жасайды сізге. Бекзат аударма саласы бойынша ғой дейм, қателеспесем. Сандерстің ба, кімнің ертегісін аударғанымыз? Қайырлы күн, тағы да баршаңызға. Шынымен бұл келесі таңымызда өте сондай қуанышты, сіздердің жүздеріңізбен қарсы алғанымызда өте қуаныштымын. Шынымен енді Руф Сандерсон деген канадалық жазушы бар. Жалпы сол кісінің біраз шығармасын осы қазақ тіліне аударып, елбасы өзінің 2018 жылғы сапарымен ақш-қа барған кезде сол конгресс кітапханасы деген бар. Бүкіл конгрессмендер отыратын. Сонда Қазақстан кітаптарының орталығы ашылған болатын. Соның аясында өзімнің де кітабының тұсаукесерін жасадым. Сол ағылшын тілінде, қазақ тілінде. Бекзат, Абайдың өлеңдерін бірнеше тілде оқитын өнерің бар екен, е? Бірнеше тіл болғанда қандай тілдер олар сонда? Аударылған сонда, е? Әрине, Абайдың тілі енді көптеген тілдерге аударылған ғой. Келесі жылы Абайдың 175 жылдығы дейді. Сонда ақшта жүрген кезде бір кісі сұрайды, сен неше тіл білесің деді. Айттым, 3 тіл білем дедім. Ал өз ана тіліңді білесің бе дейді. Білем дедім. Өз ана тілің білген қандай дейді. Мен айттым, like a flying bird дедім. Ұшқан құстай дедім. Міне, бұл деген шексіздік қой деп. Сонда бұлай деп қалай еді. Day after day falls behind, no peace in the world can I find. Sword after sword in my mind, swifter than any wind деген кезде Абайдың өлең жаңағы. Күн артынан күн туар, бір күн дамыл еткізбес, ой артынан ой туар, желге мінсең жеткізбес деп. Сені жауап қайтқан болатынбыз. Біз қайтайықшы осы жерден. Осы кісілер жүргізе берсін. Біз сасқамыздан бүйтіп айтамыз ба.
анан кейін ошондай өлеңде кыргызча сөйлөп кетебиз. Мен де сөйлеп кетем. Let me introduce myself деп. My name is. Айткыла деп аркыртып. Жадыра, енді сіздің мынау өлең сіздің тақырыбыңыз жалпы лирика сияқты. Көбіне көп осы махаббат тақырыбында қалам тербейтін жақсы. Жалпы осы тақырып өзіңізге жақын болып тұр ғой, жоқ әлде басқа да біз біле бермейтін тақырыптарға қалам тербейтініңіз бар ма? Жалпы менде көбінесе көңіл күй ғой, көңіл күй лирикасы сол бір мөлт еткен шақтарды, сәттерді қағазға түсіру ғой. Үлкен бір тақырыптарға бара қойған жоқпын, себебі табиғатымнан ба, білмеймін, бір айғайлап мен деген өлеңдерді жаза алмайды екем. Сондықтан өзім үшін жазамын өлеңді қағазға. Бәрінде айтатұғын сәткелер деген өлеңіңіз бар. Ол кезде нені меңзедіңіз? Нені айтатұғын сәткелер? Енді мен қатерлі... Оны енді қазір айта алмаймын енді. Жоқ, ол өлең өмірді сүйалу мен сүре алудың арасы бір ағарып деп аяқталады ғой. Мен осыдан 4-5 жыл бұрын бір қатерлі ісікті жеңген кезде жазған өлең болатын. Айтпақшы, сіз сондай осы мына қатерлі ісікті жеңгеннен кейін деп қалдыңыз өзіңіз? Осындай дүние болған ғой сіздің басында? Иә, ол енді орын алған. Бір тағдырын сынағы ғой. Соны жеңіп, өмірге басқаша көзқараспен қарап жүргенде, өлең де өзгеріп, осы жазған өлеңім ғой, сол негізі сол дерттен кейін шығармашылықта өте үлкен өзгеріс болды. Өлеңім өсті деп айтуға болады. Олжас, Жадыраның өлеңін тыңдайықшы бүгін. Қонақ кәде болсын. Ақыннан хал сұрама, жыр сұра дейді. Біздің студиямызға бүгін ақын келіп отыр, Жадыраның ендеше бір өлеңіне кезек бергіміз келіп отыр. Сол өлеңді қойық енді. Бәрінде айтатын бір сәт берілер. Әзірге ақтарылғым келмейді ашып. Алдыма бір адамдап келіңдер ғұмырға мендей ғашық. Кім білген бастан қашан бақ кетерін, ең ыстық қуанышта мұң алдамшы. Өмірдің қаншалықты тәтті екенін менен кеп сұраңдаршы. Керек пе өлімдеске жиі алудың, жадымда жауабы да тұрады анық. Өмірді сүре алу мен сүйе алудың арасы бір ағарып. Мінеке, жақсы сөз жан семірті теңікші кәдімге семіріп отыр Олжас. Ал Айбек енді бізде Ақтөбеде газетте журналист, иә? Енді бұл мен жалпы журналистика саласында жұмыс істегеніме биыл 11 жыл болыпты. 2008 жылы демек. Дұрыс айтасыз. Мен тұрмыс не деген математиксіз? 11 жыл тұрмыстамын ғой, мен соны тез-тез айтып тастадым. Демек 2008 жылы жасым 18 болғанда, жасым 18 жаста болғанда, сол әрі оқыдым, әрі жұмыс істедім. Сөйтіп әрі бұл сала мен әрі хоббиім, әрі сүйікті ісім, әрі жұмысым болды. Сөйтіп әйтеуір жұмысты да оқуды да қатар алып жүріп, Құдайға шүкір, жоғары оқу орнын Қызылға аяқтап бітірдім дипломға. Енді жақында ғана Ақтөбеден біздің хабар арнасына жаңа бір әріптесіміз келіп қосылды. Азамат қазір жаңалықтар қызметінде, ол кастингтің жеңімпазы ретінде. Енді Айбек дарын сыйлығын алғаннан кейін Елордаға қарай ауыссам қалай екен деген сияқты ой келіп жатқан жоқ па? Жоқ, ол жағынан әзірге ой жоқ. Себебі барлығымыз бірдей мұнда келсе қалай болады. Себебі өзіміздің елімізде де адамдар қалу керек, мықтылар. Сондықтан да мен өз елімді, туған жерімді, Ақтөбемді өте сүйем. Біріншіден. Екіншіден, менің отбасым бар, анам бар. Сондықтан да үйдің жалғыз баласымын. Сонымен ерген қыз бар, қарындасым бар. Сондықтан да мен өз отбасымды қимаймын. Дегенмен де бір жақсы ұсыныс болса, осы Астанадан қарсы емеспін дейсіз ғой. Қызмет береді десе, сен де кеттің, мен де кеттім, ол да кетті ауылдан, осынымыз ят болдау бауырдан деген Мұқабалдың өлеңін еске түсіріп жіберді Айбек. Жалпы негізі Айбектің ұстанымын маған қатты ұнап отыр. Ауылдан бәрімізге, елден бәріміз кетсек, онда кім қалады деген секілді. Ол тамаша. Енді негізі журналистік сала, бұл қалам ұстаған жандар қай жерде жүрсе де ол шығармашылығын таныта алатын мүмкіндікке ие. Айбекке сұрақ қояйыншы, осындай байқаулар жастарға не береді? Бұл байқаулардың конкурсын біз енді өзіміз алып көрмегеннен кейін сұрай береміз осындай жағын. Қалай болады екен, не береді екен деген. Айшыл, сіз білесіз бе? Осындай байқаулар жалпы біз секілді жас қыз жігіттерге беретін өте көп. Ең алдымен ол ел көресін, жер көресін біріншіден. Екіншіден атақ, даңқ, ақша ол мықты маңызды емес мен үшін. Мен үшін маңыздысы таныс. Осындай мысалы сыйлық алып, танысып қанша адамдармен.
сосын көңіл күй ең бастысы, сосын шығармашылық деңгейде өсу болады. Барлығын көресің, ел танисың, сөйлесесің адамдармен, танысасың деген сияқты. Соның барлығы айналып келгенде бір үлкен бір пайда, үлкен бір күш, қайрат береді деп ойлаймын. Сондықтан да мен осындай конкурстарға қатысуға өте қуаныштымын. Егер сіз өзіңіз білетін болсаңыздар, 2012 жылы Астанада өткен халықаралық шабыт фестивалінде лауреат болдым. Бас жүлде алғанмын. Сондықтан да одан бөлек те басқа байқаулардан қалалық 30 теңгеден бас жүлде алып жүрмін. Мақтанбай ақ қояйын деп қойсайшы. Мақтанбай қойын. Дегенмен Айсұлу сұрақ қойды, мен жауап бердім. Өте орынды жауап. Жадыра, енді Мұқағалидың тағы бір сөзі бар. Поэзия махаббаттан басталып, парасатпен аяқталады деген. Жалпы көптеген енді үлкен осы біздің поэзиядағы үлкен тұлғаларымыздың өзі шығармашылығында поэзиядан бастап прозаға қарай ойысқан тұстарда бар. Прозалық еңбектері де бар. Өзің енді шығармашылығында болашақта прозаға қарай ойысу жағы ойда бар ма? Әлде әзірге ондай ой келе қойған жоқ? Проза негізі бар ғой, поэзия жазудан да қиын ғой. Ол әрине. Не прозаны жазам деп елестете алмаймын, себебі білмеймін, өлең о баста жазылып қойған сияқты маңдайға. Ақынға қара сөзден өлең оңай ғой, сондықтан прозаға бәлкім кейін болмаса енді қалам тербе әзірге ойда жоқ. Мен негізі ойлаймын, ең бастысы Абайдың 17-ші қара сөзі бар ғой, барлығын жүрекпен орындаса, өмірде бүкіл дүниені жүрекпен. Қара сөзін біледі екенсің ғой. Әрине емес, біз әріптеспіз, таңертеңгілік өзіміздің көңіліміз өзіміз осылай көтеріп отырамыз. Бекзат, енді болашақта қандай аудармаларға немесе қандай бір тақырыпты жоспар етіп алып, ары қарай жылжыту ойда бар? Үлкен ертегілер әлеміне қарай барыпсыз. Негізі осы Ресейдің бір керемет Томас бір керемет бір баспасы бар. Сонда ылғи бизнес кітаптар шығарады. Яғни шетелден ең бірінші идея мысал шықса, алғаш кітап жарияланса, одан бір жыл өтпей, сол Ресейдің баспаларына жақсы кітаптар шығарады. Ол адамның өзін дамытуға байланысты интеллектуалдық, рухани кітаптар. Сол сияқты салаларда негізі тағы еңбек еткім келеді. Өйткені бұл сала әлі тың деп ойлаймын. Біздің ең бірінші адамның басшысы ақыл дейді ғой, ой дейді ғой. Сол ақыл ойды тәрбиелеу үшін сол кейбір батыстық бір дамыған бір ойлар керек те секілді. Сонымен ол жеке бір рұқсат болса, өзімнің де бір қырым негізі өлең жазу еді. Ағылшын тілінде жазу. Қытай тілінде деп. Қытай тілінде емес. Қазақ тілі, иә? Қазақ тілінде. Насыл өнердің. Ана парсы тілінде үйренген болатынбыз сонда. Ая шома инглиси соқбат меконит деп. Шынымен ең бірінші Абай өлең жазбас бұрын парсы ақындарына, шайырларына медет етіп алады ғой. Фзули шәмси, низами, науаи, сағди, фирдауси, қожа хафиз, бұхаммаси, мәдеттер маған ефәриет. Жақсылық көрсең, ғибратлы, жамандық көрсең. Енді тәуелсіздіктің осы қарсаңында бір тәуелсіздік жайлы бір-екі шумақ өлең рұқсат етсеңіз. Бәрекелді, тыңдайық. Бабасы сақ, бабасы ғұн, күлтегін, жау жүректі жылқы мінез жұрт едім. Қойда егіп қалтыраған шағымда қарт уақыт шапаныңмен бүркедің. Сабақтасқан алма кезек текті жұрт, ерлік даңқын тасқа қашап жеткізіп, кешегісін келешегі жалғаған тағдыр қайшы арағылын кеттізіп. Қалқасында қанатының самұрық тыныштықтың бөз көрпесін жамылып, қанша құздан ақтабан боп төріне асан қазақ жетті міне талығып. Жеттің міне асан қазақ, асылым, алшысынан түсті бүгін асығын, алтын күнді қанатына қондырған, мұнау менің ғасырым. Тамаша. Осындай нотада енді біз бүгінгі сұхбатымызды аяқтасақ дейміз, себебі Айсұлу біздің қазір алдымызда отырған қонақтарымыз жастар жылының жабылу салтанатына қатысады. Ол жерде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы қатысады деп күтілуде. Ендеше жігіттер, Жадыра, біз сіздердің жолдарыңыз бөгемейік. Көп-көп рахмет. Студиямызға шақырып құттықтайық дедік. Аз-кем сұрақтарымызды қойдық, жауап алдық. Мынау марапат тағы да құтты болсын дегіміз келеді. Құтты болсын. Көп рахмет.